Бүгінгі біздің ашық сынып сағатымыздың тақырыбы тәуелсіздік тұғырым. Сабақтың мақсаты оқушыларды отан сүюге тәрбиелеу, сонымен бірге отан алдындағы үлкен міндет елдің тәуелсіздігін насихаттау. Тәуелсіздік алтын діңгегі 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне сипаттама беру. Сол арқылы оқушы бойынан өз отанын сүйетін ұлтжанды азамат болуға, өз еліне, жеріне, халқына деген сүйіспеншілік, патриоттық сезімді қалыптастыру, сыйластыққа, адамгершілікке тәрбиелеу. Тәуелсіздік бізге оңай келмеді, жұртым менің не қиындық көрмеді, жылап тұрып аналарым бұл жолда, сан перзентін қара жерге жерледі. Тәуелсіздік бізге оңай келмеді, ас-сауаттай өз тізгінін бермеді, қазағымның алтын басын иілтіп, талай дұшпан төрімізге түрледі. Бүгінгі тарихымызды тағы бір еске түсіру үшін ел тәуелсіздігінің 29 жылдығына арналған сынып сағатымызды ашық деп жариялаймыз. Біз өзіміздің көк байрағымызды мақтанышпен жоғары көтеріп, өз ел таңбамыз бен әнұранымызды қастерлей отырып, күн сәулелі аспанымызда әрқашан тәуелсіздік пен ерліктің белгісі дала қыранының қанаты талмай шарықтай берсін демекпіз. Иә, бір кезде отан үшін деп жанын қиған жастар енді тәуелсіздік үшін ар-намысын, ата-баба дәстүрін жоғары көтеру жолында ереуілге шықты. 1986 жылғы бүкіл елді дүр сілкіндірген желтоқсан оқиғасы тарихта мәңгі қалмақ. Қазақ халқының сан ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан арманы болған тәуелсіздікке 1991 жылы 16 желтоқсан күні қолы жетті. Бірақ бұл сырттай қарағанда оп-оңай келген жеңіс сияқты көрінгенімен, мұның артында қазақ батырлары мен зиялыларының көзсіз ерліктерінің жатқан ақиқат. Тарихқа көз жібертетін болсақ, тәуелсіздік 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында алаңға шыққан жастардың ерік жігері, ең алдымен барша қазақстандықтардың арман мұратының салтанат құруы. Патша дәуірінде де, Кеңес одағы кезінде де тәуелсіздікке деген ұмтылыс халықтың едәуір бөлігінде қалыптасты. Желтоқсан бірде, ел тосқан түрде, келетін мүлде жайдарлы. Сол жылы бірақ, әдеттен жырақ, көрінді шынақ, ай барлы. Тоңдырды мені, тоңдырды сені, желтоқсан желі ызғарлы. Солдырды гүлді, оңдырды нұрды, көңілде мұңды із қалды. Азаттық, теңдік, тәуелсіздік. Осы бір ұғымның салтанат құруы үшін кімдер бас тікпеді, кімдер құрбан болмады. Бұл оқиғаның алғашқы құрбандары Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова, Сабира Мұхамеджановна, Ербол Сыпатаевтарды еске алып, олардың рухына тағзым ету парызымыз. 1986 жылдың желтоқсаны бүкіл ұлтымыздың жанын жаралап, жүрегіне ызғар шашып кетті. Бостандық үшін өрімдей жап-жас қыз-жігіттер құрбан болды. Біз әрдайым Қайраттың оқ жүрегіне, қыздардың намысын қорғаған ерлігіне, күнәсіз күйіп кеткен келбетіне бас иеміз. 1 минут үнсіздік жариялаймыз. Күнәдан таза
басым бар, 21-де жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, боз торғайдай жаным бар, алам десең алыңдар, қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десең алтындар. Рысқұлбеков қайрат еді ереуілдің басында, Асан қызы ләззатпенен әлия бар қасында. Аямады ешқайсысын ереуілді бастаған, қазағыңның жастарын ажал отына тастаған. Да биік өр басын, қазаққа бақыт орнасын. 86 жылғыдай желтоқсан желі болмасын. Күн кешіп лапылдаған жастарын, дүрліктірді желтоқсанның аспанын. Жерді, дінді, тілді, баба дәстүрін қорғау үшін көтерді олар бастарын. Құсы әр адамға қонып бір, о тәңірім бізді баққа жолықтыр. Бүгін мені тәуелсіздік ағайын, әр қазақтың жүрегі боп соғып тұр. Міне, осылайша қазақ халқы намысты қолдан бермей 1991 жылы ата-бабаларымыздан бері аңсаған тәуелсіздігімізге қол жеткіздік. Тәуелсіздік бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Тәуелсіздік ащы термен келген тәтті жеңіс. Қазақстан туы, көк аспандай көкпен-бек, Қазақстан жалауы, көк емес, ол тектен-тек, елдің ашық қабығы, ақ ниетті алтын күн, асқақ арман қыраны. Талабы бұл халқымның, мәртебесі мақтаны. Ел таңбасы елімнің, ел таңбасы жерімнің, неткен әйбат әдемі, тұнығындай көңілді, ортада аспан әлемі. Тәуелсіздік текке бізге келмеген, талай бабам қанын төгіп терлеген, сонда дағы қасиетті қазағым, көк байрағын дұшпандарға бермеген. Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем. Көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем. Айдарамнан сипап өткен самалды, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсең атамекен, көкейіңде жатады екен, күніңнің өзі оясына қимай оны батады екен. Жасыл жайлау, көкті кілем, көк кілем. Көк кілемде көп аунаймын, көк кілем. Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесі, қазағымнан махаббат ау деп білем. Қайда көрсем Балалар, бүгін біздерге сері болып, оғымызды қадап,
шаңырағымызды көтеріп, ерікті, еркін мемлекетімізді құрып, Қазақстан Республикасы атанып, көк байрақ туымызды желбіретіп, әлемде әйгілі болуымыздың өзі осы тәуелсіздікке қол жеткізуіміздің арқасы. Олай болса, тәуелсіздігімізге шаң жұқтырмай, оны ең қымбат бұйымымыздай етіп құрметтеп, келер ұрпақтар қолына аманаттап тапсыруға тиіспіз. Елімізді ішкі сыртқы дұшпандардан қорғауға міндеттіміз. Сонда ғана тәуелсіздігіміз мәңгілікке мирас болмақ. Осымен бүгінгі тәуелсіздік тұғырым атты ашық сынып сағатымыз аяқталды. Уақыт бөліп тамашалағандарыңызға мың алғыс. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Көк туымыз аспанда әрдайым биіктен көрініп самғай берсін.